Келесі өтетін тақырыбымыз ол бізде орташа жылдамдық. Былтырғы сабақта біз санақ жүйесі, жылдамдық сияқты нәрселерді қарастырған болатынбыз. Мысалы А нүктеден Б нүктеден бізде белгілі бір дене шықсын. Былтырғы сабақта біздің жылдамдығымыз болды 2 метр секунд. Содан кейін ол Б нүктеден С нүктеге шықсын. Осы жерде оның жылдамдығы мысалы 4 метр секунд болсын. Белгілі бір шапшаңырақ жүрді. Енді егер де сізден орташа жылдамдықты тап десе, кейбір оқушылар алады да 2-ні қосады 4-ке и бөле салады 2-ге. Яғни осы жерде оның орташа жылдамдығы 3 метр секунд болады. Бірақ та бұл бізде қате, біз оның арифметикалық орташа мәнін алмаймыз. Оның арнайы бір формуласы болады. Яғни В орташасын табу үшін біз барлық жүрген жолды, яғни S жалпыны біз бөлу керекпіз барлық өткен уақытқа, яғни Т жалпы. Мысалы делік, осыдан А нүктесіне Б дейінге ол мысалы 4 секундтың ішінде жүрсе, ал Б-дан С нүктесіне ол мысалы 10 секундтың ішінде жүрсін делік. Енді осы жерде бізде не бар? Біз жалпы кеткен уақытты таба аламыз. Осы жерге Т жалпы ол 4 секунд қосылған 10 секунд, яғни 14 секунд болып табылады. Енді осы жерде біз табу керекпіз оның S жалпысын. S жалпысы осы SAB қосылған SBC кесінділерінің ұзындығы болып табылады. Оны біз қалай таба аламыз? Мынаны біраз көтерейік. SAB, ол бізде егер де жылдамдығымыз 2 метр секунд болса, онда 4 секунд ішінде ол неше жол жүреді? S-тен 2 көбейтілген 4, яғни 8 метр жолды жүреді. AB. Мұнда 4 метр секунд жылдамдықпен ол 10 секунд жүреді. Яғни CBC ол бізде 10 көбейтілген 4, яғни 40 метр. Қосайық, 8 қосылған 40, яғни 48 метр болып табылады. Енді осының барлығын біз формулаға қояқ. В орташа ол бізде 48 метр, яғни жалпы жолымыз бөлінген 14 секундқа. 48-ді егер бөлсек 14-ке, бізде шығады жоқтап алғанда 3,42 метр секундына. Яғни осы жерде біз қарастырғандай ол бізде 3 метр секунд емес, 3,42 метр секунд болып шықты. Сол себепті орташа жылдамдықты тапқан кезімізге осыған назар аударайық. Яғни S жалпы бөлінген Т жалпы.